Менің есімім Кулышева Күләш. Ақтау қаласында онлайн несіменен білім алдым. Бизнес бастауда 25 ағымда. Менің өзімнің кәсібім бастаған негізгі әсемдік салон. Қазіргі заман талабына сай, заманауи талаппенен халыққа қызмет көрсету. Енді бүгінгі таңда осы қызым Джессикамен бірге осы Ақтау қаласынан аштым. Шаш әрлеу, тырнақ, бет әрлеу деген сияқты. Жалпы осы өзіміздің әсем әйелдерімізді одан да әсем қылу. So aren't you glad to meet me? I think you should, I'll be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good song out of you, time and ticking slow. Yes, you're overdue, aren't you glad to meet me? Бизнес бастауға дейін 500 мыңға дейін болатын. Қазіргі таңда орта есеппен миллионға шамаласып қалды. Бизнес бастау жайлы бізде жаңағы мен өзім тұрып жатқан Құрық кентінде ең алғашқы рет Ахметбек аға келіп, сол жергілікті кәсіпкерлерге 3 күндік тренинг өткізді. Не айтады екен сол тренингте? Қайтадан сол очередной басқа бір бизнес тренингтер сияқты жаңағы ондай бір керемет бірдеме алып шықпайды шығармын деп ойладым да. Онап қалып, сол 3 күнге дейін тренингте қалдым ғой. Тек 1 күнге барам деп қалған, барам деп мақсат қойып барған адам. Әрине, ең бірінші болып рухымды оятты. Көптеген достарға ие болдым. Әрине, бәрі де алдарына жаңағы бір мақсат қойған адамдар болды. Жаңағы байыса қазақ байысын деген нені алып, ұстанымды алып шықтым. Сонымен бірге өзім лично тренингтен алған осы ағымдағы оқып шыққан білімім бизнесті заманауи талапқа сай, именно осы социалдық желілер арқылы, жарнамалау арқылы бизнестің ары қарай дамитын, өркендейтіні туралы түсініктеме алдым. Біреулер осы бизнес бастауды пирамида немесе лохотрон деп ойлайды. Негізінде ол түсінік өте дұрыс емес түсінік. Бизнес бастау ол нағыз бір адамның өмірдегі құлшынысын ары қарай дамыту, жаңағы бизнеске деген басып жатқан баспалдағының бастамасы деп ойлаймын. Негізінде рухы мықты адам ғана бизнес жасай алады. Бизнес деген ол оңай нәрсе емес. Әрине, көптеген қиындықтары бар нәрсе. Бизнесті ары қарай дамытуға адамның рухын оятатын сондай бір керемет күш. Негізінде рухы мықты емес адам ол бай адам бола алмайды деп түсінемін. Бизнес бастау әрине оңай. Өйткені сен білім аласың. Білім жоқ адам ол ештеме істей алмайды. Сенде білім, әрине күш қуатың бар, өзіңнің жаңағы способностың болғанмен де, бірақ саған білім керек, бас керек. Ол сені осылай жүргізіп, былай жүр, оңға жүр, солға жүр деген сияқты карта сияқты алдыңа карта сызып бергенмен бірдей. Бизнес деген ұғымды өзім жеке басым адамдар деп түсінемін. Адам болмаса, сенде бизнес жоқ деген сөз. Бизнес деген ол қарым-қатынас. Бизнес деген тек қана табыс тауып қою емес. Сол қарым-қатынас арқылы, адам арқылы сен табыс таба аласың. Мен солай түсінемін.